Наконец-то Астанаға жаз келді. Демек, жаздық гардеробтың барлығын ретке келтіру керек, жаңарту керек. Ал ол үшін ең алдымен мен аяқ киімдерімді, яғни туфлиларды жаңартамын. Жаңа айтып кеттім. Кеттік. Get ready with me. Маған да келіп жетті бұл тренд, ендеше кеттік. Аяқ киімдерімді үйге алып келдім. Ал образды ауыстырамыз. Айтпақшы достар, ұнаған киіміңізді жаза кетіңіз. Мен сол көп дауыс жинаған киімді сатам. Образды дүйсенбі деп атадым, себебі местами сдержанно, строго и просто casual десем де болады, себебі күндіз совещаниеге, кездесуге баруға болады, ал кешке құрбылармен мейрамханаға, шай ішуге де болады. Әрине, бұл образды дополнять етіп тұрған айықтың аяқ киімі, яғни босоножка, өте ыңғайлы. Жүгіруге де болады, айтпақшы қыздар. Сейсенбінің образы. Әдетте осы сейсенбіде түсірілімдер өте көп болғандықтан осындай ашық қанық түстерді киіп шығамын. Талап сондай. Бұл образ сәтті сәрсенбі деп аталады. Неге сәтті сәрсенбі? Өйткені мен көбінесе келісім сөздерді және құжаттарға қол қоюды осы сәрсенбіге қоямын.